Ассалаумағалейкум достар. Биржаға қатысты қазақша трейдинг атты видео топтаманың кезекті 19 бөліміне қош келдіңіздер. Бүгін сауда стратегиясын қалай құру керектігі туралы айтқым келіп отыр. Қызықты әрі пайдалы болады деп ойлаймын. Ал кеттік ендеше. Сіз Форекс нарығында сауда жасайсыз ба? Әлде Америка нарығында сауда жасайсыз ба? Не болмаса крипто нарығында сауда жасайсыз ба? Ол маңызды емес. Маңыздысы, жасаған әр саудаңыз табысты әрі жүйелі болуы қажет. Сауда жүйесін құрар кезде, ең алдымен сіз қандай нәтижеге қол жеткізгіңіз келетінін алдын ала жоспарлап алғаныңыз дұрыс. Трейдинг жолына түскен әр трейдер бұл жолдың оңай, тез арада жылдам ақша табатын спринт емес екенін түсіну керек. Керісінше бұл жолды ұзақ уақытқа созылған марафон ретінде қабылдағаны дұрыс болады. Сонымен, өз сауда стратегияңызды қалай дұрыс құру керек? Ол үшін ең алдымен сауда стратегиясы дегеніміз не екенін түсініп алайық. Сауда стратегиясы дегеніміз бұл трейдердің қаржы нарығындағы сауда жасау кезіндегі барлық әрекеттерін белгілейтін ережелер жиынтығы. Осы ережелер арқылы сіз саудаға қатысты тез әрі дұрыс шешім қабылдайтын боласыздар. Осы ережелер арқылы табысты мәмілелер жасайтын боласыздар. Осы ережелер арқылы қандай жағдайда мәмілеге кірмей қойған дұрыс болатынын білетін боласыздар. Ол дегеніміз, егер де осы ережелердің бір шарты болсын, нарықтағы жағдаймен сәйкес келмесе, сауда жасамайсыз. Сіздің әр саудаңыз бас аяғы жоспарланған болуы керек. Ол мәмілеге кіру нүктелері мен мәміледен шығу нүктелері қай жерде болу керек деген сияқты, осының бәрі жоспарлы түрде сауда стратегияңызда көрсетілген болуы шарт. Жалпы, бірде-бір мәміле өздігінен еш жоспарсыз ашылмауы қажет. Әр мәміле нақты жүйелі түрде стоп-лосс пен тейк-профит алдын ала есептелген болу керек. Себебі сауда стратегияның трейдерге берер пайдасы нарықта табысты мәміле жасау мүмкіндігін арттырады. Сондай-ақ кіріс пен шығын арақатынастарын басқаруға мүмкіндік береді. Сонымен сауда стратегиясын құрар кезде қандай шарттар мен талаптар ескерілуі қажет. Соған байланысты біраз ақпарат беріп кетейін. Бірінші кезекте, сіздің сауда стратегияңыз толыққанды ойы бар, қабылдауға жеңіл, қарапайым әрі түсінікті болуы керек. Өзіңізге максималды түсінікті және оның ішінде тым көп сауда стильдерін қосып араластырудың қажеті жоқ. Ол дегеніміз, егер де сіздің саудаңыз техникалық анализге негізделген болған болса, онда фундаментал мен индикаторларды араластырудың қажеті жоқ. Ең бастысы өзіңізге жеңіл әрі түсінікті болуы керек. Екінші кезекте, сауда жүргізу уақытын дұрыс таңдай білу керек. Қандай таймфреймде саудалайсыз? Сауда жасауға қанша уақыт бөлуге дайынсыз? Осы сұрақтар толыққанды қамтылған болу керек. Сіз физикалық тұрғыда таңның атысынан түннің батысына дейін үнемі сауда жасай алмайсыз. Сондықтан сауданы аз уақыт арасында және тек жүйелі түрде жасаған дұрыс. Жалпы бір күнде ұзақ уақыт сауда жасаудың қажеті жоқ. Ол сіздің табысты мәмілелеріңізге өзінің кері әсерін тигізетіні анық. Жасалған әр саудаларыңызды дәптерге жазып отырып, статистика жүргізіп отырсаңыз, өзіңіздің табысты әрі қай уақыт кезеңінде саудаңыз жақсы жүретінін анықтай аласыз. Ол үшін дәптерге әр жасалған мәмілелеріңізді табысты болсын, шығынмен болсын, бәрін жазып отыру керек. Қандай сауда құралы, қай күні, қай уақытта, қандай сауда стилін қолдандыңыз, позицияны қандай лотпен ашқандарыңызды толық жазып отырыңыздар. Сол кезде қай күндері, айдың басы ма, ортасы ма, не соңғы күндері ма, қандай уақыт кезеңінде саудаңыздың табысты болуын анықтай аласыз. Осындай зерттеулер арқылы өзіңізге орындауға ыңғайлы әрі жеңіл сауда стиліңізді анықтай аласыз. Ол деңгейді бұзу болады ма, әлде кері бұру бола ма, немесе тренд бойынша саудалайсыз ба, осы жасаған зерттеулер арқылы білетін боласыздар. Үшінші кезекте, сауда құралын дұрыс таңдай білу керек. Көптеген трейдерлер көбінесе нақты 1-2 сауда құралы арқылы табысты мәмілелер жасайды да, бірақ сонымен қатар басқа да сауда құралдарын бәрін қатарына саудалап, олардан шығынға ұшырайды. Сондай жағдайға түспес үшін, өзіңізге түсінуге жеңіл әрі табыс әкелетін сауда құралдарын ғана алып қалып, қалған сіз білмейтін, түсінбейтін сауда құралдарын саудаңыздан алып тастауға тырысыңыздар. Төртінші, нарықтағы жағдайға анализ жасаудың дұрыс әдісін таңдай білу керек. Егер де сіздің сауда стратегияңыз тек индикаторлардан құралған болса, онда
көп индикаторларды қаптатпай жақсы сигнал бере алатын нақты 1-2 индикаторды ғана қолданған дұрыс. Егер де сіздің сауда стратегияңыз индикаторсыз болса, онда техникалық анализде жиі қолданылатын 2-3 табысты паттернді не фигураларды қолдансаңыз жеткілікті. Фундаменталды анализге сүйеніп сауда жасайтын болсаңыз, онда экономикалық күнтізбедегі маңыздылығы жоғары жаңалықтарды өткізіп алмаңыздар. 5. Мәмілеге кіру ережелері міндетті түрде болу керек. Бұл бөлімде мәмілеге кіру шарттары нақтылы жазылған болу керек. Қандай жағдайда мәмілеге кіруге болмайтынын да міндетті түрде жазып қойыңыздар. Қандай жағдайда қандай ордерларды қолдану керек екендігін де жазып қойыңыздар. Одан басқа, сіздің сауда алдындағы көңіл күйіңіз туралы да жазсаңыздар болады. Себебі көп жағдайда адамның көңіл күйі жоқ болса, немесе бір жағдайларға ашулы болып тұрса, қол жүрмей, бір жіберілген қателіктен кейін артынан тағы біршама қателіктер жіберіп жатады. Ол бірінші кезекте депозитіңіздегі ақшаңыздан айырылуына барып соғуы мүмкін. Мұны да ескеру керек. Нарықтағы жағдай, маңызды жаңалықтардың бар жоғы, бар болса не істеу керек, жоқ болса не істеу керек деген сияқты. Осының бәріне де мән беріп отыру керек. Мәмілеге тек менің саудада қолданатын паттерндар мен формациялар пайда болған кезде ғана кіремін деп жазып қойсаңыздар болады. Сосын тағы бір маңызды жағдай, әр мәмілеге кірмес бұрын стоп-лосс пен take profit қоятын орындарын алдын ала белгілеп қойған дұрыс болады. Табысының шығынға қатынасы 3/1-ден кем болмау керек. Одан кем болса мәмілеге кірмеймін дегендей талаптарды қосып қойсаңыздар болады. 6. Мәміледен шығу ережелері. Стоп-лосс пен take profit қандай болатыны алдын ала есептелген болу керек. Және бұның бәрі ережеде сауданың ашылатын лотына қарай тұрақты етіп алдын ала есептеп жазып қойған дұрыс болады. Және соңғысы, 7. ол міндетті түрде әр сауда стратегияда риск менеджмент болу керек. Сіз егерде бір күнде қатарынан 2 не 3 сәтсіз мәміле жасаған болсаңыз, ары қарай нақты не істейтініңізді білуіңіз керек. Сіз егерде үнемі бір сауда құралы бойынша жүйелі түрде шығынға ұшырайтын болсаңыз, ары қарай не істейтініңізді нақты білуіңіз керек. Яғни, бұндай сұрақтардың жауаптары сіздің сауда стратегияңызда алдын ала жазылған болу керек. Оның бәрі кейін қандай да бір просадкаға кірген бетте қазір жіберген шығындарымды қайтарып аламын деп ашуға эмоцияға берілмей, уақытылы ноутбугіңіздің мониторын ақырын ғана жауып қойып, ары қарай басқа шаруаларыңызды істеп кете бере алатындай болу үшін. Одан басқа, осы бөлімде әр жасалған мәміледен қанша жоғалтуға дайын екеніңізді жазып қойыңыз. Күніне, аптасына, айына қандай пайыз просадкаға дайын екеніңізді және де просадкадан басқа табыс мөлшеріңізді де түртіп жазып қойыңыз. Себебі кейде басқа трейдерлар жарты күнде 2-3 мәміледен қомақты табыс жасап алып, эйфорияға еніп, уақытылы тоқтай алмай, сосын бір мәміле арқылы бар жасаған табысынан айырылып жатады. Ондайдан сақ болайық. Өздеріңізге ыңғайлы, әрі түсінікті және міндетті түрде табысты сауда стратегиясын құрап алуларыңызға тілектеспін. Бүгінге осы достар. Берілген ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Видео ұнап жатса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса төменде жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңыздар.